Сәлем достар, есімім Әсел. Бүгін сіздермен қамыры өте үлпілдек, оп-оңай жасалатын осындай сүзбелі ватрушки дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, шекерді, сұйық майымызды және жылы сүтімізді құйып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Содан соң 3 грамм ванилин саламыз және 7 грамм ашытқы салып, тағы да араластырамыз. Мен барлық кеткен қоспаларды төмендегі описание бөліміне қалдырамын. Енді ұнымызды салып, қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырды осылай пакетикке салып, көтерілгенше 1 сағатқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сүзбемізге шекер, жұмыртқаның ақуызын және ванилин салып араластырамыз. 1 сағаттың ішінде біздің қамырымызда көтеріліп қалады. Енді осылай 4 бұрышты формаға келтіріп, жұқа етіп жайып шығамыз. Осылай көз мөлшерімен 20 бөлікке бөліп алдым. Енді әр бөлікке осылай бір ас қасықтан сүзбемізді салып шығамыз. Қамырымыздың екі шетін біріктіріп, осылай түйіп шығамыз. Міне осылай әдемі формадағы ватрушкалар пайда болады. Енді формамызға салып, жарты сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Біздің ватрушкаларымыз сәл көтерілу керек. Жарты сағаттан соң ватрушканың бетіне осылай жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған 180-200 градустағы пеште 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Шаймен керемет үйлесетін осындай әдемі ватрушкаларымыз пісіп шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын. Егер де менің каналым ұнап жатса, қолдау көрсетіп, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен алдағы уақытта керемет, өте оңай жасалатын рецептілермен бөлісетін боламын.